менің зертханамға қош келдіңдер. Сәлем. Мен әкеммен демалыста балық аулауға бардым. Ой, Айзере, балық аулаған саған ұнады ма? Я, Өте жақсы. Қандай балықтар бар екен суда? кішкентай, үлкен. Өте жақсы. Кішкентай балықтар көріпті, үлкен балықтар көріпті Айзере. Олай болса балалар, бүгін біз балықтарға тәжірибе жүргіземіз. Ішкі және сыртқы құрылыстарымен танысатын боламыз. Тәжірибе жүргізу үшін біз сұлық құрылғысын пайдаланамыз және көзәйнек пайдаланамыз. Судак балық, ақ балық, мынау карась балығы, мынау табан, мынау жайын балықтар бар екен бізде қазір. Балықтар 3 бөліктен тұрады екен. Мынандай бас бөлшегі және ортаңғы бөлшек және аяқ жағындағы құйрық бөлшегі. Балықтардың бәрінің мынандай қанаттары бар екен. Қараңдаршы. Көріп тұрсыңдар ма балалар? Қанаттары бар, құйрықтары бар. Қанаттар бізге не үшін керек екен? Балықтар суды жүзу үшін керек қанаттар. Және терілері қатты бола ма? Міне көріп тұрсыңдар ма? Қатты болады екен терілері. Көріп тұрсыңдар? Балықтардың көздерінің қанаттарын бәрін анығырақ көрсетіп тұр. Енді ішкі құрылысына келсек, мына жерде көріп тұрсыңдар ма балалар? Міне ішек қарыны, өкпе бауыры, міне балық. Міне икрасына дейін болады екен. Міне ұстап қарайсыңдар ма? Тәтті ме екен, жұмсақ па екен? Міне, тәтті ме? Тәтті ме? Қатты дұрыс айтасың. Ақ екен. Бұл судак балықтан шыққан икрасы. Балалар, балықтар бізге өте пайдалы. Балықтың құрамында В, Д, Е дәрумендері бар екен. Омега-3 витамин кірпілесі бар екен, майы бар екен бізге пайдалы. Өте пайдалы өнім. Сонымен бүгінгі біздің зертханалық жұмысымыз аяқталды. Қош болыңыздар. Балалар, біз бүгін аквариумдағы балықтармен танысатын боламыз. Аквариумдағы балықтар немен тіршілік етеді? Суда. Суда тіршілік етеді. Міне аквариумды көріп тұрсыңдар. Ішінде не бар? Балық және суда жүр. Балықтар суда жүзу үшін қанаттарымен қозғалады. Және құйрығы бар екен. Өте жақсы. Аквариумдағы балықтар немен қоректенеді? Не береміз? Қоректенеді. Жем шаштырамыз. Және суын не істеп тұрамыз? Ауыстырып тұрамыз. Суын ауыстыру үшін балықты бөлек ыдысқа салып аламыз. Мынандай өзінің сүзгі құралы бар екен. Енді біреу ұстап қараймыз ба? Балықтар шемге келіп жатыр. Және де біздер балықты суын ауыстыру үшін мынандай сүзгісімен бүйтіп сүзіп аламыз екен. Қазір біреу сүзіп қарайық. Бізде мінекей түсті ма балалар? Түсті балықтар. Осылай балықтарды алып басқа ыдысқа салып